Достар, бүгін мен сіздерге жөтелден құтылудың жолын көрсететін болам. Қатты жөтелден, яғни сухой жөтел, мокрота болсын, құрғақ жөтел. Суды қайнатып алып, осындай нені саламыз, лавровый лист саламыз. Лавровый листті салғаннан кейін біраз оны қозғап, былай қасықпен айналдырып тұрамыз. Бізде кішкене түсі өзгеру керек, 5-6 минуттай үстіп қайнатып аламыз. Бірнеше лавровый листті осылай салып жүрсеңіз болады. Бұл жөтелге өте жақсы, әсіресе қатты жөтел кезінде. Осындай өстіп, былай осылай түсі шығу керек, осылай түсі өзгеру керек. Қатты жөтелген кезде, сосын ылғалды жөтел болған кезде де жақсы лавровый листтің. Осылай ас содасын саламыз, жарты қасық ас содасын салып өз көпіру керек. Өз көпіргеннен кейін бір араластырып жіберсеңіздер де болады. Бір араластырып жібергеннен кейін лавровый листті сүзіп алып, өстіп құйып аламыз чашкамызға. Өстіп құйып алғаннан кейін, сәл суығаннан кейін, осындай балды қосып жіберіп ішсек болады. Бір шай қасық балды қосып араластырып ішсеңіздер, кішкене жөтелдеріңізді басады. Әсіресе қатты жөтелген кезде осы жақсы әдіс. Одан кейін тағы бір екінші әдіс. Жылы су, қайнаған жылы суды аламыз. Қайнаған жылы суды аламыз да бір қасық тұз, бір шай қасық тұз салып, оны ішеміз. Бір шай қасық тұзды суды көп ішу керек. Жөтелген кезде өте пайдалы. Кішкене жөтелімізді басады. Әсіресе қатты сухой кашель дейміз ғой, қатты жөтелген кезде, тоқтамай жөтелген кезде өте осы әдіс пайдалы. Тұзды су жалпы организмге де пайдалы болып саналады. Енді екінші әдісіміз, тағы да жылы суды аламыз. Жылы суды алып, оған кішкене жарты шай қасық тұз саламыз да араластырамыз. Сосын тоже қайнаған суға саламыз. Одан кейін кішкене жарты қасық ас содасын саламыз. Ас содасын саламыз. Ас содасын міне сурет көріп тұрсыздар, ас содасын салып араластырып жібереміз де, осылай тамағымызды шаямыз. Күніне 3-4 рет, 5-6 рет шайсаңыздар да болады. Қайта-қайта шаю арқылы сіз жөтелден оңай құтыла аласыз. Әсіресе қатты жөтелден, ылғалды жөтелден де осылай құтыла аласыздар. Көргендеріңізге рахмет.